Сәлем достар, сіздермен бірге әлем арнасы. Бүгін біз сіздерге Түркиядағы жойқын жер сілкінісі туралы айтатын боламыз. Видео басталмас бұрын арнаға тіркеліп лайк басыңыздар. Ал ендеше біз видеомызға кеттік. Италия, ақш, Израиль және Тайвань елдері Түркияға мамандандырылған құтқару топтарын жіберді. Ал Ирак Сирияға көмек көрсетіп жатыр. Қауіпсіздік күштері Қызыл жарты ай қоғамдық қорының гуманитарлық көмегін жеткізіп берген. Тайвань құтқарушылары Түркиямен іздеу шараларына көмек көрсетуі қолға алса, Чехия өрт сөндірушілері жұмылдырылған. Арнайы мамандардың ұсар құтқару тобы үйіндінің астында қалып қойған адамдарды іздеп тауға жәрдемдесіп жатыр. Голландиялық іздеу құтқару тобы да Түркияға келіп жетті. Ал Италия, Сирия, Түркия шекарасында құтқару шараларына ат салысуға арнайы өрт сөндірушілер мен медицина қызметкерлерін жұмылдырған. Рим өрт сөндірушілермен қоса медицина жабдықтарымен де көмек көрсетіп отыр. Ал дүйсенбі күні Греция премьер-министр көршілес Түркия еліне көмек көрсету үшін тағы да барлық қолжетімді күштерді жіберуге уәде берді. Олар жер сілкінісі болған күні ұшақ арқылы құтқарушылар тобы мен арнайы көмек жарақтарды жіберіп үлгерген еді. Сирия Израильді мойындамаса да, Израиль премьер-министр Сирияға көмек жіберуді мақұлдады, дегенмен Дамаск көмек қабылдаудан бас тартты. ақш президенті Джо Байден де Түркияға көмек көрсетуді тапсырды. Олар 80-ге жуық адамнан тұратын екі құтқару тобын жібергенін мәлімдеді. Мәскеуде Түркия елшілігінің алдында гүл шоқтары қойылды. Ресей екі елге де көмек ұсынды. Айта кетсек, Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы да түрік еліне көңіл айтып арнайы көмек жіберді.